Қайырлы күн, құрметті инста достар, қазақ бауыр парақшасының көрермендері. Барлықтарыңызды келіп жеткен 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Барлық аналарымыздың, қыз келіншектеріміздің құрметіне әдемі тағам дайындайтын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі таңда ер азаматтарымызға ең оңай тағамдардың түрлерін таңдап алдық. Осылай күрішімізді жақсылап тұрып пісіріп, ол күрішімізге 200 грамм суға осындай 2 ас қасық күріш уксусын және 2 ас қасық қантымызды қосып, әбден араластырып, осы күрішімізге құятын боламыз. Уксус қосылған күрішімізді осылай табамызға салып, әдемілеп тұрып, біркелкі реттеп аламыз. Осындай базардан крабовый палочки алып, осы палочкаларды осылай вилкамен қатты езіп шығамыз. 1/2 килограмм. Дайын болған күрішімізді осылай әдемілеп формамызға престеп, формасын келтіріп аламыз. Және де оның үстіне біздің бағана үккіштен өткен крабовый палочкамен творожный сырымызды қосып араластыратын боламыз. Дайын болған массамызды күрішіміздің үстіне әдемі етіп жаятын боламыз. Үстін бір қабат майонезбен жауып шығыңыздар. Майонез өте дәм беретін болады тағамдарыңызға. Үккіштен өткен сырға осындай копченый икра алып қосатын боласыздар. Сырларыңыз неғұрлым көп болатын болса, сушиларыңыз соғұрлым дәмдірек болады. Дайын болған массаны осылай күрішіміздің үстіне салып, бірдей бөлетін боламыз. Дайын болған массамыздың бетіне кунжут сеуіп, 180 градустағы пешке 25-30 минутқа салатын боламыз. 30 минуттан кейін әдемі піскен тағамымызды алып, әдемі піскен сушиімізді осылай бөлетін боламыз. Дайын болған сушиімізді терияки соусын салып, біраз суытамыз. Суыған сушиларымызды осындай 4 кесілген нориларға салып, асқа ұсынамыз. Ас болсын, дәмді болсын. Парақшамыздың демеушісі зиги-заги сусынымен бірге ішуді ұмытпаңыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Барлықтарыңызға, отбасыларыңызға береке, бақыт тілейміз. Ораза!